Aycan? Ассалаумағалейкум, достар, домалақбастар, спортсмендер. Менің алғашқы дебюттық бойым проф ММА-дағы октагон лигасындағы ең алғашқы салмақ қуым. Таңғы 6-та тұрдық, Талғат қасымда оятты. Елі ояным, өткені менде денемде ешқандай су жоқ, май жоқ, бычыт болып. Негізі салмағым 68, бірақ та мен 57-ге қудым. Басында өте қиын болды. Көріп тұрғандарыңыздай гостиницаның нөлевой этажында барлығы салмақ өлшеуге менен бір жиналып қалыпты. Неге жетте басталу керек еді. Сонымен әлсіреп бычыт болып бардым. Матчмейкерлер жоқ, қасында тренер Еламан, Талғат бар. Келіп әлсіреп бірінші қан тапсырдық. Бұл қан деген ертең ВИЧ-ке, басқа да ауруларға алдын алу мәселесінде қанды аман-есен тапсырып, дальше мен өзімнің очередке тұрып салмағымды өлшедім. Салмақ өте қиын болды. 8 килограмм қудым. Түріме қарасаңыздар вообще бітіп кеткен, жақ кіріп кеткен, көз дейтін былай бадырап кеткен, Шавкат Рахмонов сияқты болып қалдым ғой өзім. Салмағымды өлшеп болды, бізге осындай формуларымызды берді. Формуларымызды беріп, дальше ішке кіріп тамағымды іштім. Бұл өмірдегі ең бақытты адам шығармын. Бірінші сумен бастадым. Су дейтін дәмі, өйткені мен оразадан кейін сразу диета бастап кеттім. Ақтан, брат, саған көп-көп рахмет. Маған дерзкий диета қойып берді. Осыны салмақ қуғанда емес, былай өмірде де диета ұстап жүретін боламын. Содан кейін қазір жақсылап ұйықтап аламын. Дальше бізде face to face, көзбен көз түйісу. Ол балуан шолақта болады. Барлықтарымызды сонда шақырамын. Бізде қазір face to face, қарсыласым ар жақта тұр. Бүгін фиолетовыйда шығам. Алғаш рет официальный face to face бойында тұр. Бәрін өтіп болдым. Назад пути нету. Вес спортсмена 56,7 килограмма. Встречайте его соперник из Казахстана. Адлет Убучук Айчана. Вес спортсмена 56,7 килограмма. Итак, друзья, легчайший... Әділетті мен рух файтингті өткізген жекпе-жегінде байқадым, физрукқа қарсы. Және ол жерде жанкүйерде болдық деген секілді. Сол кездегі жекпе-жек ұнады. Салмағы былай айтқан кезде опыты өзінен көп, тәжірибесі өзінен көп физрук тұтқаннан кейін ұсыныс жасадық. Біздің лигаға келіп ары қарай өнер көрсетті деген. Бірінші дебюті көреміз, енді сәттілік тілейміз. Қарсыласы да жаман емес. Бізде селекшн турнирінен өткен тәжірибесі бар спортшы. Ертең октагон көрсетеді. Сәттілік. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Сейітхан Еламан.
Айтжанов Әділет бауырымның менеджері болып келем қазіргі таңда. Әділет бауырым енді бұрыннан көрем, футболда байқағам, характеріне жігіт, Ақтөбенің батыры деп айтсам болады. Содан кейін көп блогердің арасында характері бар жігіт та, и кішкене спортқа икемі бар. Содан кейін предложение тастадым, давай бірге жұмыс істеп, қазіргі таңда менеджерім, болашағы өте үлкен үміт күтем. Әлі көп жерде өзін көрсетеді деп сенем. Алға бауырым. Ана істеп қойса да микрофон бой кезінде ішіне салып қоясың. Бой кезіндегі. Ішіндегі. Брат, жай. По поводу сейчас объяснения этикета, имейте в виду, по правилам ММА имею право дисквалифицировать бойца за неспортивное поведение. Имейте в виду. Ассалаумалейкум достар, мен дейтін Упучуктың дос баласы болам, Ақтөбеден келіп тұрмын, тренер секундант болып. Упучуктың жалпы ММА-ға шығып жүргеніне рухта 3 бой өткізді. 3 бойында әйтеуір жеңді. Жоқ, әйтеуір емес. 3 бойында жеңді. Енді октагонға шығайын жатыр. Октагон деген профессиональныйдан бірінші рет 7 килограмм салмақ қуды. Ол өте қиын болды, мен өз көзіммен көрдім оны. Менің Ақтөбеден келіп тұрғанда себебім Ақтөбедегі ағайларымыздың беріп жүрген задачасын айтып, түсіндіріп, қазір енді октагонға шығатын болады, бұйырса. Сол кезде де өзіміздің білгенімізді айтып отырамыз. Бұйырса жеңеді деп ойлаймын. Примерно бірінші раунд или екінші раунд. Упучукты көбісі вайнер, блогер, медиа адам ретінде таниды, бірақ оның енді басқаша қыры осылай өзінің қызуғандылығымен, мінезімен осындай спортта көп жетістікке жетеді деп ойлаймын. Всем ассаламу алейкум, меня зовут Дамир Толенов, я чемпион организации «Октагон» на легчайшем весе. Пришел поддержать наших друзей, наших собратьев, которые будут сегодня выступать на турнире «Октагон 44». Один из них будет драться сегодня мой знакомый Упучук. И знаю его по инстаграму, очень такой духовитый пацан. Будем болеть за него. Всем удачи! Ережені бұзбаймыз. Мен мұқиятымды тыңдайын. Түсіндір ме? Қол алсамыз, іске сәт. Жауынгер дайынсың ба? Жауынгер дайынсың ба? Бірінші раунд. Внимание, первый раунд. Мой. Упа, қол шығар. Упа, өзің. Шық, ішіне шық. Бас кетер, Упа, бас кетер. Walkie.
Шындап қайда? Шындап қайда? Упа! Бір қолмен бас, бір қолмен бас, ұр. Бір қолмен бас. Бір қолмен бас, Упа, бір қолмен бас. Ұр. Ұр. Екі соғыз Упа, бас Упа, аяқын тізіңе бас. Асықпа. Арқаң шығар. Арқаң шығар. Ор, действие. Упа, действие керек. Ор, корпус голова. Как тұрғызады. Упа, как тұрғызады. Ор. Упа, ор. Бой в первом раунде на 3 минуте 22 секунде. Тем самым техническим нокаутом победу одержал боец из Красного района Андрей Умучук. Біріншіден қуаныштымын осы шешіп жатқаныма. Негізі мен соперник болып кетті. Біріншіден әділет бауырыма рахмет, ол спортшы жігіт. Ең қиын болғаны бәріне қойды. Это без конец. Для меня сложно. Это первый раз был. Спасибо, Нурайдинаға, тебе, Октагон Лига, Андердог Паша, кто, который мне верит. Иншаллах, я буду звездой этого октагона, буду поднимать ММА. Нурайдинаға, Қазақстанда мықты спортсмендер бар. Олар өздерінің охранник болып жүр. Давайте осы Октагон Лиганы көтерейік. Қазақтың жігіттері мықты болсын, Қазақстан алға. Скажи, пожалуйста, ты бросал вызовы, ты уже на примете имеешь какие-то соперников в Лиге Октагон? С кем бы ты хотел подраться? Я слышал, что Камин Карате не против. Карате? Да, наш каратышка? Да, я тоже не против. Он сейчас в данный момент звезда Октагона. Я его... Братушу. Я не понял, кого называют? Кого называют? Меня называют, да? Поздравляю с победой, во-первых. Я слышал сейчас вызов, кидаешь смело, если все интересно, с камерой с собой.
покажем шоу. Не ол сұрақтың астына алдың ғой. Мен жай ғана интерес қылып отқан жоқпын ба? Олай ма не? Просто интерес. Как говорится, будем говорим. У нас Актюбе, вот, наверное, так уж могу вот так показать. Косак, это не босс, да? Я не буду продавать бои. Я не буду. Я заряжен, короче. Мы с тобой покажем просто чисто спортивный интерес, смело. Сентябрь, октябрь. Что, рука как? Ехали. Нормально? Рабочий, да? Работает? Рука как раз железная. Если вот это вот так попадет. Все, поздравляю с победой. Базар и жоп. Фоткаемся. Давай. Ассалаумағалейкум көрермендер, тағы да Аллах тағаланың қалауымен жеңіске жеттім. Айтып өтке алмаймын. Менің қарсыласым Әділет. Енді Әділеттер мықты ғой. Красавчик бойды қабылдап до конца төлесіп тастады. Айтып жеткізу қиын. Картқа шыққанда бәрін ұмытып кеттім. Артымда бүткіл Қазақстан, қазақ елі бар кезде мен до конца төлестім. Тренерлерге еркін күш, Талғат Еламан бауырыма көп-көп рахмет етемін. Жеңген кайф, ұтылсам егер тағы да ол мықты болып ораламын. Рахмет көп-көп. Дальше больше дайындаламыз, мына дайындық болмайды мен үшін. Все. Манағы айтқандай бірінші раунд немесе екінші раунд аяқтайды деп айттым. Бірінші раунд аяқтады. Енді көп нәрсені істеген жоқ. Солай келіп тұр сопернигі. Не қалай бар, соны істедіп. Молодец. Келесі бой енді. Побольше стойка. Әдемі бой көрсет деп. Мен Ақылбек Әділет Ержанұлы. 2004 жылғы. Жалпы Шымкентте оқимын. Тренировка там бәрі Шымкентте, Шымкенттің баласымын. Опа, молодец, мықты екен. Дайындық өте аз болды, шындығы керек. Өте аз болды. Сол дайындықтың аздығынан осы жеңіске тап болып тұрып па. Вес бойынша бір 300-400 грамм. Недовесім өзім. Опа ровно ғой. Солай. Мықты екен. Алдағы уақытта, может, рухфайтингте реванш жасаймыз. Көреміз. Алдағы уақытта бойларда. Сәттілік, Упучук алдағы бойларына, октагондағы жалпы бойына сәттілік. Молодец.